Төтенше жағдай енгізілген күннен бастап, көптеген ұйымдар қашықтан жұмыс форматына көшіп, барлық мәдени, бұқаралық және спорттық іс-шаралар тоқтатылғанын білесіздер. Бірақ қалыптасқан жағдайға қарамастан, біз барлық мәдениет, спорт және туризм ұйымдарының қызметін қайта жүктеуге мүмкіндік ретінде қарастырып отырмыз. Министрлік жұмыстың жаңа нысандарын енгізіп, күн сайын іс-шаралар жоспарын, кестесін, азаматтардың рухани, мәдени және моральдық байытылуы, сондай-ақ әртүрлі жастағы азаматтардың спорттағы белсенділігін қолдау қажеттілігін ескере отырып, өзін-өзі оқшаулау кезеңінде халықтың зияткерлік дамуына бағыттап келе жатырмыз. Сахналық шығармаларды, музей құндылықтарды, тарихи-мәдени мұра нысандарын, кітап қорларын, фильмдерді және жалпы саланы цифрлау бойынша алдын ала жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде халықтың бұл мәжбүрлі демалысын барынша қолайлы және пайдалы өткізу үшін онлайн режимінде бөлісуге мүмкіндік бергенін атап өту қажет. Дәрістер, вебинарлар, концерттер, виртуалды экскурсиялар, балаларға арналған ертегілер, белгілі атлеттермен өткізілген жаттығулар, қашықтан және онлайн режимде спектакльдер мен фильмдер Мәдениет және спорт министрлігі қолға алған шаралардың тізімінде. Қазақстандықтардың оң пікірлерін ескере отырып, біз бұл жұмыстарды кейінгі кезеңде де жалғастыруды жоспарлап отырмыз. Мысалы, министрліктің Инстаграм парақшасында оқырман кітабы қандай атты қазақстандық мәдениет қайраткерлері бастаған және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қолдау көрсеткен, әркім өзі оқып жатқан кітаптар, газеттер мен журналдар тізімін ұсынатын челлендж көрермендер мен оқырмандардың ризашылығын тапты. Уақытын тиімді өткізгісі келетін және одан да көп оқып кітап оқығысы келетіндерге Қазнеп атты порталында 24/7 режимінде Қазақстандық ұлттық электронды кітапхана жұмыс істеп келетінді айтып өту қажет. Және әрбір қазақстандық үшін тұратын жеріне қарамастан осы кітаптар, газеттер, журналдар және жалпы осы Қазақстандық ұлттық электрондық кітапхананың қоры қолжетімді. Бұдан басқа Мәдениет және спорт министрлігіменен Қазақтелеком акционерлік қоғамы бірлесіп әзірленген карантиндегі жұлдыз онлайн жобасына көрермендер тарапынан жылы пікірлер айтылып жатыр және жазылып та жатыр. Жоба іске қосылған сәттен бастап қазақстандық өнер жұлдыздарының қатысуыменен 15 миллион көрерменге дейін қамтитын 30 онлайн концерт өткізіліп келеді. Республикалық ұйымдармен қатар өңірлердегі мәдениет мекемелері де онлайн форматтағы іс-шараларды іске асыра отырып, шығармашылық қызметте де жаңа тыныс алып келеді. Жалпы карантин басталғаннан бері бүкіл республика бойынша онлайн режимде 15 мың іс-шара өткізіліп, шамамен 30 миллион адам қараған екен. Жүргізілген талдау барысында біздің азаматтарымыздың жүзеге асырылып жатқан әртүрлі жанрлық жобалар мен іс-шараларға қызығушылық танытатынын көрсетеді. Мәселен, бір ғана онлайн концерт 1 миллион адамға дейін аудиторияны жинайды екен. Біз бұған өте қуаныштымыз және жұмыстарымызды да әрі қарай жалғастырамыз. Театр өнері, кино, классикалық, халық және эстрадалық жанрлардың орындаушылары үшін онлайн әңгіме, сұхбат, онлайн дәріс форматтары тартымды екенін білдік. Әсіресе Ғабит Мүсірепов атындағы Академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының лайф-шоу атты кешкі ойын-сауық бағдарламасы, онлайн батл атты жаңа танымдық жобалары, Михаил Лермонтов атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театрының карантинник атты бағдарламасы, Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрының корей, неміс, ұйғыр театрларының жобалары, сонымен қатар өнер онлайн акциясы аясындағы көптеген жобалар бүгінгі күнде көрермендердің ықыласын тауып келеді.
Күні бүгінге дейін жалпыға қолжетімді форматта тек республикалық ұйымдардың ғана емес, өңірлердің де жобалары айрықша жақсы көрермендердің көңілінен тауып, осы республикалық ұйымдардың 160-қа жуық концерттер қойылымдары әлеуметтік желілерге жүктеліп отыр. Алдағы уақытта да бұл жобаларды біз жалғастырамыз. Сонымен қатар, мысалы, Қазақфильм киностудиясы ресми YouTube арнасында Алтын кино қор жобасымен 1938 жылдан бастап 2002 жылға дейін түсірілген 60-тан астам фильмдерін жүктеп келеді. Бүгінгі күні осы YouTube арнасындағы көрермендердің саны 10 миллионнан асып келеді. Әр демалыс күндері КТК телеарнасының домашний кинотеатр киномарафоны аясында өткен 15 жыл ішіндегі, соңғы 15 жыл ішіндегі түсірілген үздік қазақстандық картиналар 24 мамырға дейін кестесі жасалынып, 24 мамырға дейін көрсетіліп келеді. Бұдан басқа министрліктің бастамасымен Қазақфильм акционерлік қоғамының қорындағы 223 ұлттық фильм Хабар телеарнасы, Қазақстан, Еларна, Қазақ ТВ, КТК, Жетісу телеарналарына ақысыз негізде беріліп отыр. Елордамыздағы Астана балет театры әлемнің үздік балет әртістеріменен тікелей эфирлер ұйымдастырып, репертуарындағы үздік шығармаларын онлайн форматта көрсетуде. Сол сияқты театрларымыз, оның ішінде Астана опера театры, Тенгри ТВ желісінен өзінің үздік туындыларын онлайн көру мүмкіндігін ұсынып отыр. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры бүгінде онлайн балет сабақтарын, Home онлайн концерт және Готоп лайф жобаларын жүзеге асыруда. Мәдениет және өнер саласының қызметкерлері еліміздің ғана емес, шет елдердің белгілі азаматтары белсенді қатысатын музыкалық челлендждерді жалғастыруда. Мысалы, бірыңғай әлем жобасы Қазақстан және Ресей әртістерінің қатысуымен түсіріліп, көрермендерге ұсынылды. Сонымен қатар Тұран фольклорлық этнографиялық тобы 15 мемлекеттің музыканттармен бірігіп, қатысып жобаны жалғастыруда. Бүкіл әлемде індетпен күрескен дәрігерлерге қолдау көрсету мақсатында бірнеше жобаларымыз асырылуда. Соның ішінде қазақстандық белгілі әнші Димаш Құдайберген жаңа композициясын дәрігерлерге арнады. Сонымен бірге Астана опера театрының жетекші солисті Майра Мұхамедқызы әлем дәрігерлеріне классикалық ән арнап, бүкіл әлемге осы классикалық клип таралып кетті. Симфониялық және халық аспаптар оркестрлері, театр ұжымдары, өнер оқу орындарының оқушылары, спорт майталмандары біз біргеміз, бірге еңсереміз атты челленджлерін бүгінгі күнде де жалғастыруда. Танымал әртістер орындаған әртүрлі роликтер, соның ішінде карантин атты ырғақты әннің клипі де осы күнде танымалдыққа ие болып келеді. Бүгінгі таңда Бозоқ, Сарайшық, Сауран және Отырар қалашықтары, сондай-ақ Берел және Есік қорғандары сияқты тарихи, мәдени, мұра объектілері, музейлер мен музей-қорықтар қазақстандықтарға өздерінің сайттарында 3D форматтағы экскурсия, онлайн серуен режимдері, сондай-ақ бейне роликтер, бейне экскурсиялар, онлайн дәрістер, бейне сабақтар және тағы басқа шаралар арқылы тарихи жерлерін көрсету мүмкіндігін ұсынып келеді. Мәселен, музей-қорықтар осы қысқа уақыт аралығында 100 мыңнан астам адамды қамтитын 150-ден астам онлайн шара өткізіп келеді. Ерекше тоқталатын жобалардың бірі Қастеев атындағы мемлекеттік өнер галереясы әзірлеген есту қабілеті нашарлаған азаматтарға арналған арнайы бейне экскурсиялар және есту қабілеті бұзылған азаматтарға арналған 18 мыңнан астам есту қабілеті адамдар үшін керемет мүмкіндік беретін экскурсияларды да бастап кетті. Сондай-ақ зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана да тек карантин кезінің өзінде 25-тен астам шығарманы әлеуметтік желілерге орналастырды.
Брайль шрифтерде 130-дан астам кітап, аудио кітап, соның ішінде Ұлы Абайдың шығармаларын таратты. Музей педагогикасы атты арнасында біз үйдеміз, біз біргеміз жобасы да дамып келеді. Сонымен қатар балалар үшін де бірнеше жобалар қолға алынып, соның ішінде ертегілер әлемінде 2 апта ішінде тұрақты көрермендердің саны 2000-нан астам екенін көрсетіп отыр. Өнерлі өнер республикалық онлайн конкурсы балалар үшін ұйымдастырылып, қатысуға балалардан 500-ге жуық өтініш түсті осы бүгінгі күнге дейін. Бұл ретте классиктердің, соның ішінде Ұлы Абайдың шығармалары өте танымал екенін айтып кету қажет. Және қазіргі уақытта әлеуметтік желіде жалғасып жатқан осы конкурсты бір уақытта 28 мыңнан астам көрермен тамашалайды және осы нәтижелерін балалардың шеберлігін кәсіби әртістер мен ақындар бағалайтынын айтып кетуім керек. Дәстүрлі конкурстар, фестивальдар бүгінгі күнде де жаңа форматта жалғастырылып келеді. Оның ішінде 5-ші бала дауысы ұлттық ән байқауы да биыл жаңа форматта өткізіліп келеді және сайыстың ақтық бөліміне қатысу үшін 17 үміткер онлайн тәртібінде іріктеледі. 41-ші республикалық орындаушылар байқауында да онлайн режимінде бейне жазбалар бойынша жаңа форматта өткізіледі. Министрлік онлайн оқыту, мәдениет, спорт және туризм саласындағы мамандардың біліктілігін арттырудың қашықтан оқыту курстарын да белсенді жүргізуде. Аталған курстар ұйымдастыруда Google Classroom, Zoom және тағы басқа заманауи білім беру платформаларға іске қосылады. Мысалы, оқу әдістемелік танымдық жобалар, қазақ тілін оқытуға арналған үздік подкаст атты жобалар, онлайнда бол атты онлайн байқауларды да бастап кетті. Тілдерді дамыту саласында Шайсұлтан Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының базасында оқытушылардың сандық сауатын арттыру және тәжірибе алмасу үшін осы мақсаттармен мемлекеттік тілді оқыту әдістемесінің онлайн курстары басталып кетті. Министрлікке қарасты мәдениет және спорт саласындағы оқу орындары да қашықтан оқу үшін барлық қажетті шараларды қабылдады. Бұл процесті ұйымдастыруда заманауи білім беру платформалары, мессенджерлер және күнделік Google Classroom, Zoom, Moodle, WhatsApp, Telegram сияқты онлайн құрылғылар пайдаланып келеді. Сонымен қатар сахна, орындаушылық өнердің спорт майталмандары онлайн форматтарда өздерінің дәріс берулерін бейне сабақтар арқылы, өзіндік жұмыс, онлайн курстар, веб сабақтар, телеконференциялар, телесабақтар арқылы әртүрлі осы онлайн форматта дәріс беруді белсенді қатысып келеді және жалғастырып келеді. Қазақстан әлемнің көптеген елдері сияқты өз шекараларын жапқаныменен халықаралық ғылыми ынтымақтастықты жаңа форматта жалғастыруда. Алғаш рет қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған Абай және рухани мұра атты халықаралық онлайн ғылыми конференциясы жұмысына Қытай, Түркия, Венгрия, Ресей елдерінің спикерлері және қазақстандық ғалымдарда өлкетанушылар, жазушылар мен ақындар қатысты. Осы онлайн конференция Zoom платформасы арқылы өтіп, конференцияны тікелей эфирде 100 мыңнан астам адам қараған екен. Сондай-ақ Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған Әбу Насыр Әл-Фараби мұрасы және қазіргі заман атты халықаралық ғылыми онлайн конференциясы ұйымдастырылып, конференцияға Ұлыбритания, Сирия, Түркия, Тәжікстан, Қазақстан және басқа да елдердің ғалымдары белсенді қатысты. Сәуір айының соңында рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында киелі Қазақстан атты халықаралық ғылыми онлайн конференцияны да өткізуді жоспарлап отырмыз. Жақында ғана ЮНЕСКО ұйымының ұйымдастыруменен әлемнің 130 елінің мәдениет министрлері қатысқан халықаралық конференцияның онлайн жұмысына қатысып, конференция барысында
пандемияның мәдениетті дамытуға әсерін азайту жөніндегі шаралар және саланы одан әрі дамытудың жолдары талқыланып, белсенді қатысқанымды айтып кету жөн. Қазақстандағы туризм саласындағы Қазақ туризм ұлттық компаниясы қазақстандық туристік қауымдастықпен, туризм басқармаларымен бірлесіп, туризм онлайн арнайы сайтында туризм үшін онлайн вебинарлар жобасын іске қосты. Осы вебинарлар үлкен сұранысқа ие болып, бүгінгі күні шамамен 20 өзекті тақырып талқыланып, оның 25 мың көрермені бар екенін атап өту қажет. Бұл платформада мәдени туристік пакеттер әзірленуде, онда онлайн режимде елдің мәдени көрікті жерлерінде танысуға болатынын айту керек. Орталық азиялық әріптестермен бірлесіп, туризм саласында дағдарыстан шығу шаралары бойынша да онлайн конференциялар, кеңестер ұйымдастырылып келеді. Спорт саласында да мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында допингке қарсы онлайн курстер ұйымдастырылып та осы қазақстандықтардың көңілінен шығып жатыр. Жастардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру үшін Қазақстан Киберспорт Федерациясы мен Қазақ Телеком акционерлік қоғамы Қазақстанда алғаш рет Аламан Stay Home аймақтық турнирін өткізу туралы хабарлады. Қашықтан өткен алғашқы киберспорттық турнирге гаджеттер арқылы сайысқа түскісі келген қазақстандықтардан 5 мыңға жуық өтініш түсіп келді. Бұл сайыс 31 мамырға дейін жалғасады. Сондай-ақ министрлік үстел ойындары бойынша онлайн турнирлер ұйымдастырады. Мысалы, Қазақстандық шахмат федерациясы Қазақстан Кибер федерациясымен бірлесе отырып, Чес сайтында найзағайлы шахмат блиц бойынша алғашқы онлайн турнирлерді ұйымдастырды. Жарысқа 1230 әуесқой шахматшы бір ретте, бір лезде қатысты. Осындай жұмыстар өңірлерде де жүргізіледі. Мысалы, Ақтөбе облысында 9 құмалақтан облыстық онлайн турнирлері, Маңғыстау облысында алғаш рет онлайн шахмат бойынша облыс чемпионаттары өткізілді. Осы жағдайды пайдалана отырып, барлық мәдениет, спорт, туризм саласындағы қызметкерлерге біздің азаматтарымызды рухани және мәдени байыту жолындағы қызметтерін сапалы орындап келе жатқандары үшін және қолдау көрсеткендері үшін шын жүрегімнен алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Барлық дәрігерлерге, полиция қызметкерлеріне және пандемияға қарсы күрестегі әскери қызметшілерге де алғысымды айтуым керек. Журналистерге және осы бүгінгі біздің өмірімізге жұмыстарын керемет атсалысып келе жатқан адамдарға да, өзіміздің азаматтарға да өзіміздің ризашылығымызды білдіріп, рахметімізді айтуға рұқсат етіңіздер. Қымбатты әріптестер, біз елдегі татулық пен бірліктің арқасында бұл індетті де бірге еңсереміз, бәрі жақсы болады. Назарларыңызға үлкен рахмет.